Так, талқылау болып жатыр енді міне. Ары қарай. Тағы бір-екі проект көрейік. Көрейік. Home деген құлап жатыр, FIDA деген 2%-ға Allo мен FIDA өсіп жатыр. Соларды бір қарап жүрейік. Тез-тез бір-екеуін қарайық. Алтыдан кете ары қарай жүріп кету керек. Бізге мәжбүр отыруға болмайды. Футболкамен жүрген қиын. Так. FIDA. Салам мен сервис. Так. Вам всегда правило ребрендинг не стало называться салам мен сервис. Айда. Для получения дополнительной информации, пожалуйста. Саламға қатысы болып тұр деп алғатым атын айта алмайды. Қандай проект бұл? FIDA деген проект. 2,5 цент, 3 цент почти бағасы. 2 рубль. 10 теңге ме? Примерно. Жоқ, 10 теңге емес. 12-15 теңгеден кем, короче. Қазақстанның несі шықпай ма не сонда? Мына жерге тығу керек, оны мә біздің қазақтарға төлеу керек. Мына жерде түріктер бар. Барбаряндар бар екен. Барбадян. Монголия бар екен. Тугриктар бар, теңге жоқ, қызық болды ғой. Біздің жігіттерге тиіп кетті ғой. Так. Жарайды, қалжың бәрі. Бәрі қалжың, бәрі шын. Графигін бір қарап қояйық. Графигі что-то сатырашный ғой. Не отыр мына жерде. Әттең, мынаны кеше байқамадық, точно көруші едік. Так. FIDA ма? Иә, жақсы ғой. Мынау деген... Неше процент өсім беріпті? Бір күнде, иә? Жоқ, 100% ғой, 2-3 күнде. Короче, бірінші күнде 54 берген, содан кейін тағы бір-екі күн күресті, одан кейін 100%-ға берген. Жақсы өсім беріпті, иә? Так, иә, жақсы өсім беріпті. Неге ол кезде импульс болмағаннан кейін байқамадық па? Неге сол кезде байқамадық деген сияқты. Енді жалғыз қарамыз. Так, міне мына. Тура осы сигналмен 17 майда берген ғой сигнал. 17 емес. 17 майда кірсе, алады кесін, мына бір-екі күн күтіп, 100% алып шығады кесін почти. Қандай шіркін, ә? Олмай қалды. Енді басқасын көреміз. Мына монетаның өзіне кішкене анализ жасайық. Кім кірген, қашан кірген, қаншамен кірген ба. Так, свежий ақша жоқ. Бұрынғы проект болып тұр. Просто ребрендинг жасағаннан кейін кішкене қан жүріп жатқан сияқты да. Бұл анандай системалады ғой, ауырмау үшін. Арасында бір витамин сияқты. Сондай алып алды да, сонымен қозғалыс. Майда 78% өсім берді, иә? Апрель, май, осы өсетін мезгілдер ғой, негізі көп проекттарға. Просто бізден мына жері Binance'дан басқа Элбанк BTS Binance Түркияға қатысы болып тұр. Негізі мына проекттің по-любому Түркияға қатысы бар. Өйткені көп түріктердің командасын жасырып жетті. Может, ана ребрендинг болғаннан кейін кішкене нет тұрған жа. Так, не айта аламыз? Жаңағы GTO-ға қараған кезде бұл проект кезінде $30 дейін барып дей бағасы. Бұл 99-9-ға дейін қалып. Короче, андай кезіндегі Луна сияқты кішкене скамға жақындау характері болып тұр. Может, сондай болып жатқаннан кейін ребрендинг жасап, қайтаран басқасы келіп жатыр ма екен? Білмеймін, 1% қалғанға опасно. Просто жай бір тістеп қойып, авось, вдруг деген әңгіме болмаса, бұлай кеңес бере алмаймын. Иә, баға сүйкімді. Анда-мында қозғап жатыр, бірақ бұл шын қозғалыс па, өтірік қозғалыс па?
99-да 9%-ға құлап кеткен проектқа скамға қатты жақын болуы мүмкін. Так, келесі нені қарадық? Тыңдашы